Шерсубыста иңна арылап жатқан паза алғым танықталшытқан өлікін елбәк шеңіз күні болша. Анаңыр ол күн полғана ал горатарда сөберелерді елбәк аташа аралысшыларының матар керектерін ұндубин сағызға киршелер. Сидік шашыларын, хаттық шашыларын тобырған шерсуғжылары бастан көздіглері біз бастары таныстыршабыз. Тестегі көздебістің матары Евграф Петрович Кележеков. Ол ғыз пістің академия түгірінкен, милитеті тоғынша, ол компьютерді көріліп сықын. Анда батып біртір, мам, иди-ка сюда, тидер, барғым. Вон дед наш, тидер, похоронен, анда-то мында. Да ты что, говорю? Мы его же похоронили. Дед, ну смотри, тидер. Мен хахап барғым көріплі. Аның Коля шоқтышам, Наташа шоқтышам, шелі. Я андық похоронға келген, иди да бідейм. Евграф Петрович 1913 жылда Аршанар алды түрен өскен. 9 жылын ол колхозды бастан, сонан сөбіре төстен. 1942 жылда шаға қабылған. Ибді аның Полина епшізі базы үс күшік балысы қалғанар. Ол 1942 жылда Сталинградский фронтқа барған. 1902 стрелковый дивизияды болған. Ну, хотите, бізді шетті мұның апарып, мұлтық неме қоларыны тұтыр ұсқаннар. И бірде неме үгіретпен үзіп ұсқанар. Сталинград үшін еңні хорлыстық шалазығыларда Қызыл армияның аймақ шастарындағы басқада шырсуқжыларыбыз мақашы шалазғанар. Қазір шалазығыларда көп хородығылар болғанар. Евграф Петрович антақ база бір ұлық шалазығы сонан пленге кірпірған. Ұлық тұста Қызыл армия Сталинград шалазығыларында 1 миллион артинан кізі шедірген. Олсында 500 артинан Хакасиядан барған шажыны. Біз чейбіргі пескізі пленге кірпірғамыз. Бізді неместер мотоциклық ибіріскенлер. И аның тигринке бістанда пленге кирсілғанар. Николаев городы хринді. Ну, пленді хайдық только национальностар бол баландар. Пленді на восстановительных работах тоғынғандар. Украинды. Анда ипшелер бізгі полысшаңдар. Анда шутап шылған украинка ипшелер. То хала сағыл пер жаңы, яблық ағыл жаңлар шақ. Анаде біз как бы выжили. Аның оларны басқа жерде апарғандар. Чехословакия хринді. Анда қадыты болғандар. Нанта оларны біздіңнер освободили. И неме шоқты жаң. Ол ша тұзында қайдағды бұғдай қырасында. Париғанарында азынарлары келтіріқтің. Аның пиди каскаларының андар бұғдайны қарып, яны құзықшылды шенлер. Елбі қада ша тұзында база, ша сондағы шыларда көп совет сөбірелері хорлыстық пішіктер алжаңнар. Андық пішікті Кележековтар сөбіресі алғанар оқ. Декабрь айда 1942 жылда Евграф Петрович Кележеков сағыба шоқ шытпарғанаңар. Біздің семья бір шілі, Егордың Евграфтың семьясы бір шерді шұртып, бір семья шілі болғапсыз біз. Ол тұстанда болған өзі. Бір тұра жақты бұрай семья шұртажан. Аннан келген сағыба шоқ шытпарған дейбес. Мұндақ жүрнеме шоқтан. Улица жö бар жатқанды тіпшедір. Кенетін нөмірт талған шызышыстан барған. Хам сағын шам тіпшедір. Наверное, мен үйді уже похоронили. Шип салғаннар. Потому что үйді Хаджан без вести пропал, получил повестканы. Тамақ өрттенер. И вот ол туста, видимо, в это же время папа шызын ис салған. Вот андақ шоқтан. Евграф Петровичтің ажасы Егор Петрович Кележеков өтек мақышы шалысқан. Менің бауым 41 жылда барған,
42 жылда охранить болды, чтобы Сталинградский битвада болған. Аның бір хати госпитальдің сықанда хаты басқаннар аны жалазаға, екіншісін базоқ азаның. Анда олмындығы неме шоқты жан. Хажын дейдір шалас жатқанда біде ұқтар нағмырлашылы ақшала дейдір. Мен түпше пулемет шықтың қырында болған түпше снаряд беремін дейдір. И вдруг айланзам дейдір, снарядым тұдын мал байланзам дейдір. Кізім уже пулеметчігім уже шоғыл. Андық сейтік керектер бол жаң түпше. Құдайдың айлан келген, раналары азық болған аның. Дик кейрен, дик совхозда тоғынып. Как раз ол тұста баман келген болған шадың. Ол тұста, конечно, бұлар Играфтың пастағыпшысының балалары кішігес болғаннар, менің бабам халқа болшы оларға. Анда да по Игравамның пастағыпшысы негежім сұрынша менің бабамның. Ше дейдір өлінің бабасы, дейді жәңнер ұлығыларына. Өлінің бабасы дейдір, мені өткізі сөйлепше, барып зем, малай бар беймі түпше. Анаң бабам дейтіпше. Иә түпше, Играфтың, тұңмамның келер келбешін мен қайдан білем дейдір. Ше көңнің шатшытса бар үс балылығызың. Мен таставаспын сірен, де шоқтап берген. Поле жемі де Коляларның бабасы, пастағыпшысының балалары кішігітің әр бабам де шарат салған. Аның соның ол болша, бабам письмо олша, иледі ол барғанда уже шажын, манымында ол письмо Егор Петрович Кележекову. И пасша ам дейдір қайдағдыранда шұртас, менің семьям қайдағдыр. Ноғат ол тұста кештін мен басқан. Но балалары кішік пішен өзі шылларар, шалғызан қайды өскірір. Может, бабам қайды болса, алай қайды балалары болса, аны шоқты сұрша. Шоным поле шейнеме тоғын шайыпсызын сұрша. Аның түрше болған тоғы, көнші писмозы келген, соның оқ бозы келіскен. Евграф Петрович екінші степенні Илбі Кадаша орденінің анаңда басқа медалларының танықтатқан. Евграф Петровичтің баса Егор Петровичтің пішіктері, орден медаллары музейді қайрылалшалар. Аршан аралдағы культура тұрысындағы Шерсоқ Угрынжан музейні үгірітші Антон Павлович Самрин төстен. Музей ұлығынеместе болса, аның шындызы толдырылықлы отырша. Ал тархынының ар, алның сабылық кізілерінің ерпасы Илбі Кадаша аралышыларына шарытылған көп материалар музейді шылпарғанар. Шашаларының сомнары, пішіктері, орден медаллары қайралалшалар. Үгіріншілерге мұнда үнітін экскурсиялар, классный частар, паза библиотека тоғынжалары, шеңіз күніне шартылған үнітін көздігілер темнеп иртіршелер. Музейді өтек шоныбыстың пұрынғы, немен олары тұтын қабынары қайралалшалар. Алдағы музей бастыры шоныбыз қайде шұртанын, саблық шырсоқжыларының ар өшіткен төлге, білістірні төлдің төлге беріп отырырғы күстөншелер. Постың тамырларын білчеткіні, басы көрінчеткіні ол ұға шақсы кейбір. Қачын бұл музейін ашып азылып жатқанды. Самрин Антон Павлович, үгіртші русского языка и литературы. Вот папа закиліп, шоқтан шоғын базып, и медальларын, правдостоверенияларының қады алып, мұнды тұтшабыз амқаттері. Письмоланы Ульяна Горын қайралып, шип арты салған. Әмін ол письмоланы музейді тұтшабын. Ебін зәкілген, как без вести пропавший. Похоронка придял бабыз. Похоронили пацаны 94 жылды. Евграф Петрович шұртастың сидіксінскерін тобырған кізі қатық шатаңар, пленда болғаныңар тыңна шоқтырға қынма жаң. Ол тұстырды шатаңар артық позуқ немі шоқты бажаңнар. Амин саған шамсын оқ болыр, шаратпа жаңнар олар, ноғы балалары білбенже. Мағада бабам бірі кілі шоқтан, отпы шоқтарнылы. Айгравам
тың иреленген ол, иреленген астан, сұқсан, шадан арбіте шоқты бөжім. Николай Евграфович Келешеков Аршанар алда 1937 жылда түрен. Папасы шаға барабысқанда ол кіші қалған. Папасы 9-ға оға күскізі болған. Коляны кішіктің 9-ға көніктірген. Жақсы күзі болған. Кішік болғанда, шлемсто келген, балығылтқан оқсыға. Алманда келіп шабан болған. Пенсия сыққан. Кішігді қаты тоғынған. Шиіңіз күнін пайрамына пішатса, пайрамына жаңма? Шиғылыс бар жаңнар. Тоған-тоғаннар. Николай Евграфовичтің ипшесі Александра Германовна еңніх жатқан, арлап жатқан келіні болған. Аға Евграф Петрович уға барсақ болжан. Хайпыре пайрамны күнірді шүре сыды бен ол келініне көп немес шатаңар жоқта жаңоқ. Мен аны шиеттің зғары көрбем, қажын алып келгенде ол көгінеме тұрады кірпарған. Ашық шарық, тақпақшыл, ұржыл, хормашыл болған. Неме шатаңанда жоқтанынды, күзі қайдетер ашыныстық шұқтап тұр ол. Поздың андар жоқтанды андал ерін келші. Ол неме пленті болғанды жоқтан границы хринді. Мен Чехословакия, Польшада болғам. Қайды пістің үшін неме пленға кіргенді. Қайды өткенер, ол чірлеті болғам көсткенер. Амбарлар анда бар. Бір амбарды өтіктер, бір амбарды састар, бір амбарды сөктер, бір амбарды кебадақ. Күзі шошыныстық неме. Аның пістұрғанды анды пістің кет болған переводчыты полячка. Аның тұрды работыңа көп пішкеде пістің артық. База артық бұртық жоқтан ағын мен жалаулы піске. Үржі болған баллары қате жұқтып жатын жоқты жаңыл. Хынчан балларына. Аның қынған қызы болған райы. Райыны райсабесті жаңы. Анаты көріне көп арсықын жоғы 5 жылын Ленинградты көрінген райы келіп мұнда болсын. Евграф Петрович шұртасқа тартылжаң, шұртасқа хынжаң. Хайдағда сидіктерні добырза ол бірде қатық кізі болбан. Хажанда кізілерге полс берерге күстен аны тақпақтерға шайылған кізіті жаңнар. Өнінде ол ар шұртазанаңар паза шат ұзонаңар тақпақта жаң. Аның тақпағы келінінде қалған оқ. Ол ұрылы жаң. Алты лишіті азыр шол шатша, қайзынан барзам, анзы хони жам. Шетілі сикіз азыр шол шатша, қайзынан барзам, анзы хони жам. Конечно, аның ұры қомсыныстық. Шұртасқаға келіспен пірлі епшедің шұртегі. Нинже епшалыға келісіп барған. Қажын немедің келгенді армиядің. Олының тұңмазы клава болған. Клаваның мишаны иже зал болған. А колыны папа зал болған. Пастағы қонын табы айланған. Хазинам, Коляның ежесі уже ирге барсқан болтыр. Уже позынды болтыр дусе аттықыз. Аның де таға тіптірше бараң жұттаң. Хазинамның ады Полина Николаевна болған. Ол тіптір шоқ менде бар. Ол қалып барған де. Аның соны жұттазы, конечно, хатетер иліп барған. Холмайты бістің, мұнды мен пролып шамшаны. Ол позы прол немес. Аның бұрылды немес. Конечно, брайды қомсын жалаша, брайды жұқтастарды салғым. Отан әді қайсыз барған жұқтасы менің абамның аның соның ол кізіл епшілер алған, неме келінім ұрлап берген. Ол біде сағынған одыр. Но епшіні ал болсам жұқтас жақсы болжаң. Отырлан сарыны ол. Стол кесінде одырлап жатсақ, ұрылатшың, ноғытын қынжың, мен мен тақпақтар білбейншем. Ол аңайда ұрылап сұқсам оқ ұлғажың, постоянно ұлғажың ноғыты. Аннаңа
Маға тоже орлеға тыңны қынық болбан. Ноғыта ол неметесі ақысқа келжен. Неметесі ақысқа келжен. Аноғыта қынжен, что мен орлейм. А мен үнімде жақсын емес, тақпақта білбін жем жақсы. Играф Петрович болған ашық жарық, көгілік, ұрлажың, мұнтау қодырып тақпақтажың, пістіл қатылажың, ол тұсты. Шас ондағы шаларда Евграф Петрович совхозда шабан болып істенган. Тоғысқа күз көзі шақсы тоғынып мақта қаласыған. Социализм істенізі Марияның шеңізшізі ол бірлі қате болған. Шабан тоғызы ойнеміз. Ше сидіктердің бірде қорық басқызы, қажанда кізі сонда шөрбен. Тоғыста ол ең алынында баршатқан шабанарының санында болған. Ол нескі қылығы қойларына өскіріріне ұлы қозым еткен. Участники войны анда кіріп барғандар, шабан болып тоғынғандар. Папалының қады. Но тыңына мана бұл юбилейдерді адир қақынма жаңнар. Анзы болған. Соныңны, уже соныңны бішке кейіріп бастанар, мақтап бастанар. Ну, қажен жақсы тоғынып бастап сқанда, орнығы сқанда, андыла мен естіп бастам, анның аршы оқ барсыған. Жақсы. Сөйлемі сыйқал жаң ол. Немедің, то совхозтың, то районның, немедің областың алжың, сыйықтар алжың. Грамоталар көп алжың. Жақсы тоғынқын үшін аны вадын қағы, ұсқанар. Москва зачур келген. Пісті балаларын парсы жың піскі, қын жың піскі. Бірді қияқты өжің. Көксөбе жың пісті. Қадерден ақ болғабыз. Ана жештабыз. Жазыда жүрібі. Сарындар сырны жың. Сочинял. Безде от шуыры. Сырнып берген. Келешек автар қарындастарының палапархалары пик қонықтық, кейбірлеріні төлдің-төлге беріп пик тұтшалар. Прайсы бір шөпті ынағылар. Анзына тәзаң ұлығылары үгіреткенер. Мен Евграф Петровичтің ұлық қарындасының қызыбын. Олар төлің болған әкі бейже қарындас, екі қарындас Егор Евграф, қыжың и Саша болған болбас біз, сасы тежіңнер. Анол сасызы, самы кішігілері маны бұл қоға тен Чыртыгашевтың келіні болған. Анның басқасы бір Саскараковтадың шуфтан бір бейжелері, Евграф Петрович кілежек қызынан шуфтан, менің бабым базоқ кілежектің шуфтан. Анның арол керекті мен ашық жарық бақа балалар есті болсынар шоқты пилим. Петухтан ғаршоқы қарындас болтырлар қажен-қаженді. Анаң ол үкі қарындастың бірсінің петух апсықтың үже жүре барша, анаң кілежектер ана албаша, шойыфтар болтырлар, олы шойыф балалар болтырлар. Анаң ана албаша кілежек күзінің Дмитрий Макарович шезе, аның бабасының бабасы. Албаша кілежек күзі бала шыдырген кізілер, өшкір башалар петухты. Петух бол барша кілежек. И вот петухтың төріпше Егор, Евграф, и анол бейжелері. Үзім жүпшесінің төріпше Валера. Валералар тоже көлің болғаннар. Бұл Валера шойып болша ол. А бұл Евграфамның кілежек нозор роды. Ол шойып болша, ана шоқта перем. Кілежек бастап бідейті жан болтырла, екі кілежек алыстырдыла. Поле негажемнің фамилиясы кілежегі, позының род жебабазының сығары. Менің жем кілежегі қызы. Мәні екі кілежек Егор, кілежек Евграф алысылып жала. Анды да ұлғылар біл жан болтырла, штолы бір род неместер, сөктері басқы. И вот анаң палы иледі шұқтапсқанды Евграфам палы жақтарын өскіргіліп шөк. Қажан күнжепшізінің Валераның жезінің жарық барғанды, Валераны Евграфам тоже ол нозы. Оғыларыны береге қынмен жала. Марусяны жезі ал болған, Валераны алқалша абам. Анды да баяғы петухтың қарындасы Корсок болған. Корсоктың олғы
Николай Николаевич Шоев сыранып білезерде горисполкомда тоғын жың инеменің финотделінің областың финотделінің пасти болған. А Николай Николаевичтың ежезі хиға иней болдыр. Амолыны педешоқтып шаудыр неме кейіліп Егордың Еграфқы қағарындасқа. Қажынды клежіктер Шоевтардың палалғаннар. Ол бұл намайландыра керек Шоевтарзар. Апу Николай Николаевичтың олғы жоқ болған. Аның де кейіліп, сұрынып, Валераны мұны бұл Шоевтарзар айландыр болғаннар. Анның ар өскірген Николай Николаевич Шоев анып. Бауызынды өспен, дядясынды өссен өзі. Қажын біде андығымда қолжы біреді кіргін дейдірлер, кіргінір от кележек неместің. Анның ар папы ұрлажың болған неме. Халын едім кележектеріне қатық сөгім Шоевтарыне андық ұры бар болған. Прайзырны парсық, қайдайдар аллық жүректік арлық істелік кізі болған менің авам. Ша алынында сағызығыма кірше, оаның колық нозы, Миша колы. Ол оланы тас иді қырқылып сәлжің бастарын бұрай. А мен қызы жағыспын, мені қадық бұрай дей тас иді қырқып сәлжің. Аның таспас түпсі өкілетшіңмін мен андық болған. Біз қажынның кішігдің сғара прибдөс кілебіз. Мен колының төренін бішем, номынды алжазет сылғанна мешідің колы қайзыны керек болған ол білбен жәмелі пішікті алыстыр салғанна. Колы 37 жылдың, а меші 35 жылдың, меші шақсыл 35 жылдың болып бартыр. Мұнзы аның үшін армия бар кетші, аның үшін служит, пенсия аның үшін соны сықша. Вот андақына неме болып барған. Апабалары, видимо, хайбанаға. Вот анда болған. Мен оларының арасында праздның олығы, намшалғызан қалғым, біз көліні болғыз. Қажында болсы, нұғыты ол қайдар қайғайландыржың піске. Ұлғал жыла болжың, бірай балалары төрінде ұлғал жызы болжыңнар. Келгенде қаллабин барилар, үрігліп барилар, қайдайдар жақсы балалар болған, бірайсы қарындас тұғмаларым жақсы кізлер болғанна. Амы көліңні көлідің, Валера көліңні қалдылар. Таям осқыз, қарындасым отыршала қосты. Апистің Егорның ол жоқ болған. От ол анның артық неме жоқ дейзің, жақсы кізі болған. Қайдайда кізе барсақ болған. Балаларыны да, олаң айшының да, ұлғышының да қайда жақсы жоқты сен кізі болған. Біде сарвың нос қайдақ бірде болған, базыңнақ кізі болған. Евграф Петровичтің чені Ульяна Егоровна Кележекова Аршандағы ортамақ школада мақтағала сығып тоғынған үгірітшілерінің бірсі болша. Сағам ол тынығда Кележековтарының ең ұлы болша. Ол рот тарханан шақсы білше, сөбіреді рот кейбірлерін ептік хайралап тұтпарша. Мен кізе барған соның күрен тос келген соның түрше болса кішпар келжің. Аның сұрағылер, ол қайдеда сұрағылер, қайде өскірліп шен балаланы, қайде немед. Бабам томшы қауынды, мұнда ше ол қости. Аның неме, қайдеті ол маға сағыз керіскен, пұшонның ұлы сенізің бірайзының. Мен сені вроде ұлғылап шам. Аның маға үстімі кірпарған сағызы, ол мені ұлғылап шаттыр. Маға, наверное, тоже надо ұлғылерға. Ол тұсты біз неме болғапсын өзі. Прай коммунистарға кестін барған анымыны білбіз, басқа неме білбе жаңымысын өзі бірде қызыл нұмырға. Аның мен бір қатилы бастап алғам, олар зар Кристос болаға шөреге, семьямның. Аның соның, шоу сағыжың аның соның. Бірде мен пока келбенде күрелерінде отыртпа жаң болдыр. Бірсінде Наташа бір понедельникта 9-ға келгеніз, Наташа уже 9-ша менің қады. Дейдір, от сен барбазың дейдір, анда қарты қайнатыр салған дейдір. Пока өлі келбенде қарты шүресер келсін. От ананда болған, қынық шүртағылапыз. Ынық шүртағылапыз, біз амда анақ бос. Вот Егор Петрович палықшы болған. Олар көлің палықтып бар жаңнар. Аның Егор Петрович палықты педили тартып шадыр. А папа тұтша.
Папа хренді отырша, бірленеді тап бол біншен. Аның олы орынарының алыс білшалар. Аның пазоқын Игорь Петрович пазоқ бідере тартып отырша, а папа пазоқ отыржан. Бабалар қайсыстыңда пазымдық кізі болған. Но бабамны да шиға Егор тежен болғаннар, Игравамны тодих теженнер. Экі қарында сайды дарынақ болғанна. Мен андық иркізілерді ынық кізі көрбем. Қажен бабам үреп барғанды, Игравамның біз аны шиға ол қызлалды шықтан томшығалындым. Анда келгенде қара қызын шоншатлапся, а мен бабамның қыренді отыршам. Ам мне бұңға тоже сидік. Шетіпшем Играван кел қады одыраң. Шоқ дейдір мен аның сұрайын, өлік сұрайын көш болбаспын дейдір. Вот андық ынық болғаннар. Шағын кек болған бір девренді. Евграф Петровичтің ротағазы пек шелегілін парған. Ол он баланың бабазы, бішік білбен кізі. Анаңар прай балаларына үгірдік берерге қарасқан. Аның ол қыстары Шерсубыстың келізіне бабалары шелі ұлы қозым еткенер паза амда ечелер. Наталья Евграфовна Аршанар алдағы ортамақ школада Англия тілі үгірчізі болып тынығас ханжа тіспен істенген. Амда халық тоғызын өткен апарша. 2013 жылдан сығара ол алдағы ветеранар шөбінің кінезі болша. Күнгі күнді Аршанар алды илбік адаша араласшалары халбанар. Шылсай шеңіз күнін Аршанар алды ұлық көдірілісті пайрамнапшалар. Алғым программа темнапшалар. Өлімі шоқ полк шөрімді прай алдағы шон араласша. Евграф Петровичтің шолы ұзын ар сейдік болған, әдейде бол сол айлан келген. Біз сағынға сол бірде ізі шоқ қалар. Қайдағда сейдіктеріні тобырған болса, жұрттың қатып өделеткен, қатып кізі алып шұқтағылан, олған он балы тап, өскіш солған, тұрыстық тоғынып, 8-11 жасқа шытыры шұқтан, и вот дейс балы барқалар тап, Брайзын шоуға керсілген. Брайзы жақсы шұқтағылап жалы. Анның арсағыншам шұрттың декі шұрттаван. Жақсы қарын абам мені. Ирткан ханықшада Хакасиядан брай шетон мұңжа кізі араласқан. Оларның 31 мұңы шадан айланман. База амға тері 15 мұңжа шырсуқ жыбыз шада сағба шоқ шытбарғанға саналша. Совет Союзаның матаратха 35 шырсуқ жыбыз тұрысқан, 17 кізі Слава орденің толдыры кавалері полыбысқан. Шетоны кішіл мұның алдында илбі кадаша тоғзылған. Шырсуғыз үшін шұртастарын персалған, илбік шеңіз күнін шағын атқан матарлар хажанда ұндол базан.